Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді Орео пирогын дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды, какаоны, қопсытқышты, крахмалды және шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, жұмыртқа салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін сүзбеміздің үстіне шекер саламыз, жұмыртқа саламыз, қаймақ саламыз. Жақсылап миксермен араластырып аламыз. Содан соң Орео печеньесін алып, қолымызбен осылай үгітіп, езіп, тағы да араластырып, салмамызды дайындап қоямыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды аламыз да екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкен, біреуін кішкентай бөлікке бөліп аламыз. Енді үлкен бөлігін алып, формамызға орналастырамыз. Видеодағыдай. Содан соң салмасын саламыз да тегістеп, теркадан кішкентай бөлігін осылай өткізіп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минут пісіреміз. Әбден суығаннан кейін барып, пирогымызды кесеміз. Осымен пирогымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.